Мына қазір дәл қазіргі сәтте біздің Фордты көруге барып жатырмыз. Қазір уже боялып қойып, жиналып қойып, келіп көрсең болады деді. Өте андай күшті толқыныста келе жатырмыз қазір. Машинамызды далаға шығарып қойдық, анда кішкене күннің астында қалай болғанын көрсін депші. Сіздер де көруге дайын. Әлі салон істелмеген, қанаңыздар, мынаны іші не болып жатыр. Мынаны қарасаңыздар, мынаны қазір көріп шошиды ғой. Мына машина тоқтар қарасаңыздар қалай жатқан. Мына машинаға от ала ма деп. От алдыруға алып барамыз қазір, бұйырса, Құдай қаласа. Мына эвакуаторымыз келді. Эвакуаторға қазір загрузка етеміз да, машинамызды от алдыруға алып барамыз. Бізде барлық оригинал запчастьтар бар. Мына өзінікі емес, мына өзінікі емес. Бізде спидометр бәрі бар, мына ішінде мына. Қазір айнасы, несі, решетка радиатора, бүкіл запчастьтар ішінде жатыр. Мать. Mendetsin be, o sen erkeksin be. Bugünlerde siz için konsept жасап жүрміз, құрметті оқырмандар. Сіздер үшін. Мә бұның историясының өзі қызық болды, негізі Фордты ол жаққа алып барған. Маған негізі 2 аптада уәде берген, 2 аптада саған бояп береміз машинаңды деп. Содан бері қазір 2,5 ай өтіп кетті. 2 аптадан 2,5 ай болды уже сен жинап атқандарына. Басында бастады, келістім, как положено, қол алысып кеткен болатынбыз. И сосын 1 апта өтті, там 1,5 апта өтті, одан кейін звондаймын, 2 апта болып қалатын болдық уже. Че там, машинаны бересіңдер ма десем, біз красканы Алматыдан заказ бердік, сен қандай ыңғайсыз краска ғой дейді, типа іздеу қиын дейді. Сөйтіп Алматыдан заказ бердік, соны қазір күтіп отырмыз деді. Ладно дедім, сосын асығыстық жоқ қой депші, бәрі қыс қой, оны айдап шықпаймын, тұра берсін дедім. Бір кезде 2 апта өтті, звондасам, міне красканы енді алдырттық, краска келу керек 1-2 күнде дейді ғой. Уже кішкене ашулана бастадым да, жынданасың ғой, кішкене. Сөйтімді тағы да где-то 3-4 күн өткеннен кейін краска келді ма десем, келді, міне бастап атырмыз деді. Сосын қуанып кеттім енді, 2 аптадан асып кетті, бірақ уәде берген уақыттан асып кетті. Сөйтіп тағы да біраз уақыттар өткеннен кейін звондасам алмайды телефонды. Бір кезде барсам, машина шашылып жатыр, андай есіктерін бәрін шашылып тұрды ғой. Бірақ сол күйінде тұрды әлі. Ештеңке жыбыр жоқ, ештеңке қимылдамаған. Сосын мен уже ашуланып кеттім андай. Енді клиент всегда прав деген бар ғой. Сосын ашуландым да, дұрыс емес қой, сендердікі қайда договор дороже денег деп айтады деп. Дверь мне сделал, блядь! Что тебе прописали? Дверь мне сделал, блядь! Сделаю, не переживай. Давай делай, хули ты стоишь, рука отпусти. Сөйтіп, уақыт өтті, барсам міне, дәл қазір осы жерге вставка қоямыз. Көліктің түрі осындай болып тұрды мен барған кезде. Сосын тағы да ашуланып кеттім мен. Үстінде сол жердің бастығына айттым, не әңгіме дедім. Сөйтсем, маған айтты, все, не переживай, осы воскресенье қойып береміз. Воскресенье күні сен машинаң боялады деді. Сосын кеттім да, воскресенье күні звондасам, телефондарын екеуі де алмайды. Тағы да осындай кузовщиктерге ұрындым ба не дедім, осындай.
барлық жерде осыған дейін Глорияны бояған кезде де барлық жердегі кузовщиктер сондай да андай. Негізі кез келген СТОшниктің өзі сондай болады андай. Уақыттарын прям точно айтпайды. Сколько это все произошло? Минут 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5, 10, 5 утра. Сол үшін әрқашан істеткен кездеріңізде сіздер уақыттарыңызды дұрыс бағамдай білу керексіздер да. Сөйтіп тағы да бір ай өтті уже. Жаңа жыл келді. Ладно дедім. Сосын жаңа жыл бітіп, жаңа жыл өткеннен кейін тағы да звондасам, анау кузовщик айтады менікін істеп жатқан. Мен қазір ауырып қалдым. Мен қазір ол жақта жұмыстан шығып жатырмын, мен ол жақта істемеймін, болды мен жұмыстан шығып кеттім дейді ғой. Ё-мое, енді не істейміз? Сосын анау бастығына барып айтсам, сен енді сол кузовщикпен келісіп едің ғой дейді да маған. Сосын мен айтам, давай ладно онда, мен анау ақшаны бердім ғой 50%-ын, соны қайтарып беріңдер, дәл осы күйінде алып кетемін да басқа жерге красить етемін деймін ғой. Сөйтсем, олар бергісі келмеді ол ақшаны, өйткені ана жерде грунтовкасы істеліп болған, машинаға уже түзулеп, тегістеп барлығын дайындап қойған ғой краскілеуге, тек краскілеу ғана қалып тұрды да. Сол үшін олар жарты ақшасын маған бергісі келген жоқ. Сөйтті да, ладно онда біз ана Фара деген басқа жігітпен кузовщикпен келісеміз, соның қолы бос болған кезде не істеп береді деді. Сөйтті да, тағы да бір апта өтті, кейін қолы босады, сөйтіп машинаны бояды, короче. Машинаны бояғаннан кейін андай есіктерінде бір нәрселер пайда болды, сосын капоттарының ішкі жақтарын, есіктерінің ішкі жақтарын боямаған, оны бөлек бояйды деді. Сөйтіп бөлек бояу үшін краска жетпейді деді. Алған закупация еткен краскамыз бітіп қалды. Енді оған тағы да, өйткені 4 слойдан ба, 3-4 слой үшін 5 слойға дейін краска жақты ғой, қиын краска. Тағы да краска күтетін болдық, короче. Тағы бір апта краскасын күттік, келген краска келді, и ол кезде Фараның қолы босамай жатыр ғой, кузовщиктің қолы. Ё-мое. Сөйтіп есіктерін бөлек красить етті, сосын тағы да барып мен күнде айтып, күнде мазасын алып, қашан бүгін ба деп жүріп әйтеуір краскіледі. Candy Red'қа боядық. Candy Apple Red деген түске, яғни қызылдың қанық қызыл переливация етеді андай. Күнге шықса басқаша түс береді, ішінде қараңғыда тұрса басқаша түс береді. Қызыға история. Машинамыз кішкене тіршілік пайда болып жүре бастады. Ана скотчтар ашылып жатыр. Ана ашып кететін сияқты есікті. Жаңағы автобусты өтіп кетсе, бүйтіп қалай оласың? Ұстап тұраңа. Ана жерін құтылмаса қолды бұратады. Мне за эту разработку такую премию дадут. О, я уверена, мы с тобой поедем в отпуск куда-нибудь далеко. Арвы чалстура. Помхана күтіші. Тыртық көріп, нәрсе көріп, бір нәрсе дейтін ба? Түрі бірақ кішкене машина болды. Ортада әппақ тұр ғой міне. Бампердің үстінде. Сол жерде накладка тұру керек, 4 бұрышта. Полоска. Сол накладканы маған кузовщиктер салып беру керек еді. И ана багажникті жапқан кезде көрдіңіздер ма, ұстайтын несі жоқ, ашатын іштеңке ручкасы жоқ та, пах етіп, есік жабылып, хлопец етіп, багажник ашылмай қалып. Ал багажник ашылмаса да ананы сала алмайсың да накладканы. И қазір бізге бір нәрсе қылып багажникті ашу керек ана жаққа барған кезде. Ішіне кіріп ашамыз да, білмей бір нәрсе қылып багажникті ашу керек. Бензобак та ашылмайды, бізге еще бензин құю керек қой, чтобы машина қазір от алатын, от алмайтын бензонасос тартып жатыр, тартпай жатыр білу үшін от алдыру керек. Оған бензин жоқ ішінде, кажется. Қанша болды тұрғанына машинаны, ішінде и таки бензин жоқ еді. Соған бензин құю керек қазір. Ол үшін ананы ашу керек. Оны ашу үшін багажникті ашу керек.
Бизди азыр жумуш көп, жумуш күтүп тур ана жакта. Вот. Сол үчүн кузовщиктер менен келишкен кезде бир тааныстарыңыз болсо, жакшылап туруп келсиңиздер, эгер андай бирөө менен келсеңиздер, бир нерсени айтпай каласыздар, бир нерсени истемей каласыздар, кырсыкса олар эчтеке истемейт. Андай тек бояп бердим болду го деген сыяктуу андай натывалист дейт да. Сол үчүн жакшылап өздеріңіздің андай мастерларыңыз болу керек негізі, осындай жұмыспен айналысатын болсаңыздар. Өте қиын. Мастер табу өте қиын. Мен Астанадағы бүкіл источниктардан айтамын қазір. Қаншама машинаны әр жақтарда істетем. Өте қиын. Біреу ұйықтап қалады, біреу андай несерьезно қарайды, біреу ішіп кетеді деген сияқты. Бір жақсы жерге алып барсаң, енді қымбат жерге алып барсаң, олар әрбір мелочқа ақша сұрайды мысалы. Ол да ақша деп жаңағы әшейін бір там бір айналарын қойып берген өзі типа ақша бөлек ақша деген сияқты да. Сол үшін өздеріңіздің жақсы бір постоянно істетемін дейтіндей бір адамдарыңыз болу керек. Ровно! Давай. Выруливай! Осы сияқты портқа жан бітеді, құдай қаласа жан бітеді біздің порт. Осы жақта жүрегін емдеп оталдырады. Ана короче порт істейтін ануар бар ма, сол бәрі типа мақтанып отыр. 69-й порт кабинет. Это Ford P7 M26. Это 69-го года. Нет, сегодня хотя бы клеммасын салып, аккумуляторы өліп қалған шығар, бұны аккумулятор суықта тұрып тұр. Клеммасын салып, оталдырып көреміз дедім. Конечно, бұл әшейін попытка. Үміт жоқ оталады деген, бірақ сонда да көрейік деп отырмыз. Надо что-то. Вот, смотри, Гена, цирк. Пойди вон. Ух ты! Видишь, крутит. На парковке заводили, да? Она сейчас, кажется, на парковку не вставляется. Почему? Ну, не знаю, не едет, она на нейтралке стоит сейчас. На Д, когда ставишь, она вперед едет? А так спокойно заводилась, да? Да. Давай, подожди. Подожди. Аккурат поставь его. Куда-то, да? Куда-то. Давай, ходи. Все, бүгін құдай қаласа. Ертеңге қалдырамыз, ертең бұйырса көрем дейді. Барлығын неден екенін клеммасын қосып. Бензин стартер крутитін көрдік, қазір стартер крутитіп тұрған. Ертең құдай қаласа бензин кеп жатыр ма, кеп жатқан жоқ па, бензин насос тартып жатыр ма, тартып жатқан жоқ па, искра бар ма, соның бәрін көреді. Қазір осы күйде екеуміз қоштасып баратырмыз. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, міне бүгін 3-ші выпуск. Ё-моё, мы проехали ее. Блин, да, что забилай, да? Қазір ретро гараж сіздермен көптен күткен американдық лоурайдеріміз келді. Кір-кір болса да қолмен ұстап тастауға не жалко. Ол көлік ешкімде жоқ біздің елде. Қала тұрмақ, облыс тұрмақ, бүкіл елде ондай көлік ешкімде жоқ. Ол кіре алмайды, мынандай погодаларға барып паркингке кіргізіп қояды. Давай, Нандой!